Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгін қайтадан тестті талқылаймыз. Лайктарыңызды басып, комментарияны жазуға ұмытпаймыз. Және де өз достарыңызға жіберіңіз. Емтихан тапсырып жатқан өте үлкен көмек береді достарыңызға. Және де бұл сайтты алу үшін тіркеліңіздер. Описанияда сілтеме бар, сол арқылы тіркелесіз. Енді бастаймыз. Берілген белгі көлік құралдарының қайсысы жүруге тыйым салады? Бұл тыйым салу белгісі ең бастысы. Және де бұл белгіде жүк көлік салмағы 3,5 тоннадан жоғары болса, жүруге тыйым салынады. Дұрыс жауабы бізде А болды. Осы жағдайда басып озуға рұқсат етілген бе дейді. Қарайық. Бұл жерде бізде реверстік бағдаршам орнатылып тұр. Бұл реверстік бағдаршамыз тек осы жолаққа ғана арналады екен. Бұл жолақта екі үзік-сызық орнатылады. Көрдіңіздер ме? Ақпен. Егер де жасыл жанса, сіздерге кіруге болады. Егер де мүлдем бағдаршам істемесе, кіруге болмайды. Және де қызыл жанса, кіруге болмайды. Сондықтан жауаптарыңыз рұқсат етіледі дейсіздер. Мысалы, сіздерде жасыл жанса, сіздер бұл жолақпен жүре аласыздар. Қарама-қарсы көлікке жүруге болмайды. Немесе ол сіздерде қызыл жанса, онда қарама-қарсы көлік сіздердің бағыттарыңызда жүр деп санауға болады. Иә дейміз. Осы сұрақта келген А1 қосымша санатына жататын көлік құралының жүргізушісіне тротуарлар бойынша қозғалуға рұқсат етіледі ме? Әрине, тыйым салынады. Және де тестте осындай сұрақтар келеді. Жүргізуші көлік құралының алкогольді, есірткі және немесе уытқұмарлықтан мас күйде жүргізген кезде неге әкеп соғады дейді. 7 жылға жүргізу куәлігін алып қояды, және де 15 тәулік әкімшілік қамауға алады. Жауабы міне. Қандай көлік құралдарына осы жол белгісі қозғалысқа тыйым салады? Бұл жерде белгі тыйым салу белгісі. Егер де біздің габариттік иеніміз 3 метрден жоғары болса, онда тыйым салынады жүруге. Жауабымыз Б. Қос дөңгелекті мотоциклдарға тіркеп сүйреу рұқсат етіледі ме? Тыйым салынады. Осы белгінің қолданылу аймағында басып озу кезінде жүргізушіге ескерту сигналдарының қайсысын қолдануға тыйым салынады? Қолмен белгі беру, дыбыс сигналы, бұрылу көрсеткіші, фара жарығын ауыстыру дейді. Ең бастысы, елді мекенде дыбыстық сигнал беруге тыйым салынады. Сондықтан біз жауабын В деп береміз. Жеңіл автокөлік жүргізушісі қиылыста қандай бағыттарда қозғалысты жалғастыру мүмкін? Ең бастысы, достар, мұнда қараймыз. Мұнда бізде екі жолақ бар, міне бірінші, екінші белгі бар, және де бағдаршам бар. Енді қараймыз. Біз жол белгісіне бағынамыз, екінші жолақта тұр. Сондықтан бізде негізгі бағдаршам қызыл жанып тұр. Сондықтан жауабымыз мұнда жүруге тыйым салынады дейміз. Берілген жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне аялдауға рұқсат етілген бе? Бұл сұрақты да талқылап өтейік. Мысалы, осы қиылыстың бөлігі болып келеді. Егер де қиылыстың бөлігінде бізде тұтас сызық болса, онда сіздерге тоқтауға болады. Егер де үзік сызық болса, сіз қиылысқа жетпей, және қиылыстан асып 30
метрден кейін ғана сіздерге тоқтауға рұқсат етіледі. Достар, егер де бұл ақпарат ұнаса, тіркеліп және лайкты басып ұмытпаймыз. Сондықтан жауабымыз мұнда тыйым салады. Жеңіл автокөлік жүргізушісі қандай бағыттарда қозғалысты жалғастыру мүмкін? Бұл сұрақты да талқылап өтейік. Мысалы, мұнда бізде қиылыстың бөлігін алайық. Бұл жерде бізде бір жақты жүріс жолына шығу деген ақпараттық белгі. Көбісі бұл белгіні нұсқау белгісімен шатастырады. Мысалы, бізде шеңберлі белгі болса, оңға деген көк түсті, онда сіз тек оңға жүру керек боласыз. Бұл сізге тек ақпарат. Жолымыз бір жақты жолға сіз қиылысып жатсыз деп. Сондықтан сіз оңға, тура және кері бұрыла аласыз. Сізге тек солға бұрылуға болмайды, себебі қарама-қарсы бағытқа шығасыздар. Сондықтан достар, егер де төрт бұрышты болса, ол бізде ақпараттық белгі. Шеңберлі болса, ол бізде нұсқау белгісі. Нұсқау белгісінде ғана сен оңға жүресің. Тура, оңға және кері бұрылған. Реттеушінің бұл сигналы қозғалысқа тыйым салады ма? Енді қайтадан қарап өтейік. Мұнда ең бастысы реттеуші суреті өте жаман көрсетілген, бірақ ең бастысы қолына қарайсыздар. Егер де оң қолы алдыға созылса, ол бізде үшінші сигналы болып келеді. Үшінші сигналында біз кез келген бағытта жүруімізге рұқсат етіледі. Сондықтан сіздер тағы да қараңыздар, қай иықтан тұрсыздар, сол иықтан босаңыздар, барлық бағытта деп жауабын береміз. Барлық бағыттарда қозғалысқа рұқсат береді. Тура, солға, кері және де оңға бұрылуға болады. Жеңіл автокөлік жүргізушісі қандай траектория бойынша қозғалысты жалғастырады? Әрине, Б деп жауап бересіздер. Көлік құралын 4 сағат бойы жүргізгеннен кейін үзілістің тиісті ұзақтығы, ол бізде 30 минут болады. Және достар, осы тестті алып өздеріңіз дайындалғыларыңыз келсе, осы видеоның астында описание деп тұрады, соған басасыздар. Астында сілтеме болады және де менің номерім бар. Осы сілтемеге басасыздар, сонымен тіркелуіңізге болады. Егер де тіркеле алмай жатсаңыздар, менің WhatsApp-ыма тест деген текст жазып жіберіңіздер, мен сіздерге өзім ашып беремін. Елді мекенде аялдамадан жүрісін бастап жатқан автобусқа жол бересіз бе? Әрине, елді мекенде сіздер жол бересіздер. Елді мекен тыс жерде сіздердің жылдамдықтарыңыз үлкен, сондықтан сіздер автобусқа жол бермейсіздер. Екі осындай сұрақ келеді, сондықтан қараңыздар. Осындай да сұрақ келеді бізде. Көлік құралы қозғалған кезде жолаушылардың немесе бекітілмеген жүктің алға жылжуы неден туындайды? Мысалы, міне отырмыз. Торымыз басқанда біз алдыға қарай жылжимыз. Дұрыс па? Жүктің де, жолаушылар да алдыға қарай жылжиды. Сондықтан жауабымыз бізде Б болатын. Автокөлік күрт тежелуінен. Дұрыс жауабы. Газы бассаң, қайтадан кетесің артқа қарай. Торымыз бассаң, алдыға қарай кетесің. Сондықтан екі осындай сұрақ келеді. Бұл жерде мынандай сұрақ қойылған. Егер де сіздер осы үйде тұрсаңыздар, сіздерге кіруге рұқсат етілген бе? Бұл белгінің атауы жүруге тыйым салынады. Негізі мұнда кіруге де шығуға да тыйым салынады. Бұл белгіге тек кім бұл жерде тұрады, немесе жұмыс істейді, соларға ғана арналған екен. Сондықтан мұнда жазылып тұр. Біз сонда тұрамыз деп, сондықтан жауабымыз рұқсат етілген деп белгілейсіздер. Автокөлікті сырғанақ жолда басқару кезіндегі газдың басқышына бірден басу неге әкелуі мүмкін?
ол былай ғой, газды тайғақ жолда басып қаласыздар. Неге алып келуі мүмкін? Ол сізге жетекші доңғалақтардың сырғып кетуіне және автокөліктің сырғанауына, занос дейміз. С болады жауабы. Сондықтан тайғақ жолда газды қатты баспау керексіз және тормозды баспау керексіздер қатты. Қай көліктің жүргізушісі таңбалау сызығын кесіп өтіп қағидаларды бұзды дейді. Мұнда көрініп тұр, ол бізде қызыл көлік тұтастан басын басып өтті. Берілген белгінің астында орнатылған тақтайша көрсетеді. Ол бізде мүгедек тану белгісі орнатылған көлік құралдарының тоқтап тұру орны. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өту кезінде жол береді. Тағы да анимациясын қосайық. Ал енді тоқтатайық та қарайық. Талқылайық. Бізде басты жол міне. Біз басты жолда тұрмыз және жүк көлік тұр басты жолда. Енді қандай кезекпен жүреміз? Екеуміз де басты жолда болсақ, оң жақтағы көлік басымда болады, сондықтан бірінші жүк көлік, содан кейін біз жүреміз. Содан кейін барып ақ көлік жүреді. Үшінші кезекте. Жауабына қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өту кезінде жол береді. Тек жүк көлігіне. Осы жағдайда жүргізушіге бұрылуды орындауға рұқсат етіледі ме? Әрине, тыйым салынады. Жеңіл автомобильдің жүргізушісіне қай жақтан кедергіні айналып өтуге рұқсат етіледі? Енді қараймыз достар, мұнда бізде жол белгісі бар және жол таңбасы бар. Тұтас сызықты негізі кесіп өтуге болмайды. Бірақ жол белгісі мен жол таңбасы болса, жол белгісі басымда болып келеді, сондықтан сіздер кесіп өтуіңізге болады. Жауабымыз сол жақтан болады. Осы белгілерді орнатқан жерден темір жол өткеліне дейін қанша метр? Енді бұл белгіге қарасақ, мұнда бір сызық болса, ол 50 метр. Екі сызық болса 100, үшеу болса 150. Сондықтан жауабымыз 50 болады. Берілген белгілердің қайсысы 40 км/сағат жылдамдықпен жүруге тыйым салады дейді. То есть мұнда өте оңай, ол үшінші белгі. Үшінші белгіде біз 40-тан емес, 50-ден жоғары жүруге, сондықтан бізге 40-пен жүруге тыйым салынады. Солға бұрылу кезінде жеңіл автокөлік жүргізушісі, енді қиылыста солға бұрылған кезде біз қарама-қарсы көлікке жол беріп өтеміз. Енді соқтығыс болған кезде қай жақтан айналып өтуге болады дейді. Әрине, бұл жерден оң жақтан өтесіздер. Және достар, бүгін видеоны осы жерде тоқтатамын. Қазір менде сабақ басталады. Тыңдағандарыңызға өте қуаныштымын. Рахмет сіздерге. Лайкты басып, комментарий жазыңыздар. Келесі көріскенше.